Іле Алтай Тарбағатай сынды үш аймақты негіз еткен ұлт-азаттық қозғалысының басталуы Алтайдағы Оспан Батыр Исламұлы басшылығындағы күрес пен налқы партизандарының көтерілісі десек те, олардың іш пен сырттың сәйкесуінде өрістетілгенін жоққа шығара алмаймыз. Бұл арадағы сырт деп отырғанымыз әрине Кеңес одағы. Шыңғысайдың 1937-38 жылғы кеңестік зұлматты Шыңжаң жерінде, соның ішінде мұсылман халықтарына көшіріп қолдануы зор қарсылыққа ұшырады. 1939-40 жылдардан бастап қазақ халқының зұлым үстемдікке қарсы қарулы көтерілісі туды. Өралтай жерінде Есімхан Ырысқан бастаған ұлт-азаттық көтерілісін Оспан Батыр жалғап, Қытай әкімшілігіне сілейте соққы берді. Күрестің туылуына Шыңғысайдың қазақтың көрнекті тұлғаларын түрмеге жабуы мен өлтіруі себеп болса да, оның бір жағында ежелден ата-бабадан қалған түркі даласын жаттабан Қытайларға бастырмау дейтін ұлы идея жатты. Бұл кезең екінші дүниежүзілік соғыстың басталған мезгілі болатын. Егер Кеңес одағы Германиядан жеңіліп қалатын болса, бұрыннан Кеңес одағының досына айналып келген Шыңғысайдың мүддесіне тиімсіз болар еді. Шыңғысайдың есебінше, есің барда елің тап деп, оның ертерек Компартиядан және Кеңес одағынан бас тартқаны өзіне тиімді көрінді. Ал мұны сезген кеңестіктер де өз бақай қулығын сайлады. 1943 жыл 4 мамырда Кеңес одағы Компартиясы орталық комитетінің саяси бюросы Шыңжаң жағдайын талқылады. Мәжілісте сөз жоқ шара қолданып, Шыңғысайды Шыңжаңды билеу құқығынан мақұрым ету керек деп атап көрсетті. Мәжіліс рухы бойынша төңкерістік ұйым құрып, Шыңжаңдағы төңкерістік күштерді жетілдіру мақсатында Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты жерлерде арнайы мектептер ашылды. Ұлтты гүлдендіру группасына офицер және алдағы жерде Шыңжаң тұрғындарымен бірлікте істейтін үгіт насихатшы тәрбиеледі. Жаңа өмір, шығыс ақиқаты, қазақ ауылы секілді ұйғырша қазақша журналдарды Шыңжаңға кіргізіп таратты. Бұл әрекеттердің астарында екінші дүниежүзілік соғыстың жеңісі мен жеңілісіне саятын көптеген күрмеуі күрделі мәселелер тұр еді. Бірі, Шыңғысай өзінен бет бұрып жаулық пиғыл танытқан жағдайда оған қарсы тұра білетін қуатты әскери қосын қалыптастыру және сол қосын арқылы Шыңжаң жерінде өзінің әскери артқы шебін қалыптастыру мәселесі еді. Екіншісі, түптің түбінде орайы оңынан келіп, кеңестіктердің сахасы алтысынан түсіп жатса, Шыңжаңды өзінің бір республикасына айналдырып алудың қамына кірісе берудің артықтығы жоқ болатын. Міне осы және басқада қулығына құрық бойламайтын коммунистік әккіліктің әртүрлі жолын қарастырған кеңестіктер Шыңжаң жеріне әскери ақылшыларын, тыңшыларын арт-артынан кіргізді. Оның көп бөлімі әртүрлі жолдармен кеңестік тәрбиеден өткен тұрғылықты халықтың перзенттері еді. Алтай көтерілісіне Монғолия арқылы барған Дәлелхан Сүгірбаев, Іле көтерілісіне көмекке барған Пәтеқ Мүсілімов, Ахметжан Қасыми, Ысқақбек Мононов тағы басқа Кеңес одағының тапсырмасын адалдықпен орындап, осындай саяси ойынның құрбандары болды. Шын мәнінде Ахметжан Қасыми 1936-42 жылдар аралығында Москва және басқа қалаларда білім алып, арнайы тәрбиеде болса, Дәлелхан Сүгірбаев 1941-43 жылдар аралығында Алматыда арнайы тәрбиеленген. Ысқақбек Мононов 1928 жылы Бішкекте әскери тәрім-тәрбие қабылдаған. Ал Әбдікерім Аппасов Қытай қызылының қол баласы болатын. Шыңғысайдың Кеңес одағынан бет бұруы және екінші дүниежүзілік соғыстың жеңісіне деген сенімсіздік Кеңес одағын Шыңжаңнан өзіне керекті басқа да күштерді қарастыруға мәжбүрлеген еді. Осы орайда үш аймақта тұтанып жатқан күрестер олардың назарынан қағыс қалған жоқ. Кеңес одағының жасырын шақыруымен 1944 жылдың 14 қаңтарында Мәскеуге жеткен Монғолия маршалы Чойбалсан Кремльде Сталиннің қабылдауында болды. Ұзаққа созылған әңгіме Оспан төңірегінде болды. Сөздің бір кезегінде Сталин: "Сол Оспан қанша әскер жасақтай алады, қанша қару-жарақ қажет?" дегенді сұрайды. Және армия генералы Антонов пен әскери қолбасшы Ковалевқа Оспанға беретін 400 винтовка, ЧПШ 2000, сирақты пулемет 6 дана, жеңіл пулемет 30 дана, гранат 200 дана, винтовка оғы 400 мың,
5 дүрбіні Чойбалсаңның есебіне беруді тапсырады. Сөйтіп, Сталиннің тікелей араласуымен Оспан мен Чойбалсан бірнеше мәрте кезікті. Аталған қарулар беріліп қана қоймай, Монғолия арқылы жөнелтілген кеңес ұшақтары Алтайдың Шыңгыл жеріндегі Гаминдаңды Қытай армиясын бомбылайды. Әрі Оспанға кеңес одағында тәрбиеленген әскери ақылшылар жіберіледі. Онсызда қылышынан қан тамған қазақ қосыны 1 жыл ішінде бүкіл Алтай аумағын азат етеді. Қыркүйекте Ысқақбек ішпен сырттан тәрбие алған қарулы көтерілісшілерді Тасқорған ауданынан бастап кеңес одағы арқылы Құлжа қаласына әкелді. 7 қазан күні Құлжа азаттық ұйымы құрылып, Әлихан Төре Құлжа көтерілісін қозғады. Қазанның ортасында кеңестік Патей Иванович Лескин Құлжа мен Үрімжінің қатынас алқымы болған Кеңсайда партизандар қосынын ұйымдастырып, жаудың Құлжаға әскери көмегін үзді. 6 қарашада Аппасов пен кеңес одағының әскери мәнсапшысы Петр Романович Александров бастаған қарулы қосын кеңес одағы үлгісіндегі қару-жарақ пен сақадай сайланып, Қорғастан шекарадан өтіп Құлжаға кірді. Жергілікті партизандар мен кеңес одағы армиясының селбесуінде 1945 жылы ақпанға дейін Құлжадағы гаминдаңдықтар жойылып тынды. Нылқы көтерілісі, Құлжа көтерілісі жеңіске жеткеннен кейін Іледе Шығыс Түркістан Республикасы уақыттық үкіметі құрылды. Бұл үкімет кеңес одағы әскери істер ақылшыларының көмегінде оңтүстік, солтүстік және орта сынды 3 шепте соғыс жүргізді. Солтүстік шеп Тарбағатай, Алтай 2 аймағын, орта шеп Жың, Шиху қалаларын, оңтүстік шеп оңтүстік Шыңжаңды азат етуді бағыт етті. Шығыс Түркістан үкіметі армиясының орта шебі Үрімжі қаласына бағытталған шабуылын 1945 жылы қыркүйекте Жың Шиху шайқасынан бастады. Кеңес одағының аэропланының сауытты автомобилінің зеңбірекшілер қосынының сәйкесуінде тамызда Жың Шиху қаласын жеке-жеке тартып алып, ілгерінде кейінді Гаминдан қорғаныс армиясынан 6000-нан астам адамды жойып, зор топтағы қару-жарақ оқ-дәріні олжалады. Қыркүйектің бас кезінде ұлттық армия орталық қала Үрімжіге тек 150 шақырым жердегі Манас өзені жағасына жетіп келіп, өзеннің қарсысындағы Гаминдаң армиясымен тіресті. Бұл кезде Гаминдаңның Үрімжіде тек 6 батальон әскери күші ғана болғандықтан, Үрімжіні берік сақтау шұғыл жоспарын жасамасқа болмай қалды. Ал бұл кезде кеңес одағының 3 аймақ төңкерісіне болған саясатында өзгеріс туыла бастады. 1945 жылы 11 ақпанда кеңес одағы, ақш, Ұлыбритания 3 елдің басшылары кеңес одағының Кримия түбегіндегі Ялтада мәжіліс ашты. Кеңес одағының Жапониямен соғыс жүргізуі және соғыстан кейінгі дүние жүзін орналастыру секілді мәселелер туралы құпия талқы өткізді. ақш жақ Германиямен болған шайқас жеңіске жеткеннен кейін, жалаң ақш бастаған одақтас елдерге сүйенгенде Жапонияны жеңуге тағы 1,5 жылдай уақыт қажет болады. Егер кеңес одағы Жапониямен болған бейтарап шартынан безіп, Жапонияға қарсы соғысқа қатысса, Жапонияны күні бұрын жеңіп, ақш жақтың шығынын зор көлемде азайтуға болады деп есептеді. Кеңес жақ Жапонияға қарсы соғысқа қатысу шартының бірі Қытай, Монғолияның тәуелсіздік ахуалын сақтау керек деп алға қойды. Бұны ақш жақ қолдады. Кеңес одағы Қытай үкіметімен Кеңес Қытай достық келісім шартын жасасып, қарулы қақтығыстың қысылтаяң жағдайында қалған Қытайды Жапонияның шеңгелінен құтқару мақсатына жететіндігін білдірді. Келісімге Сталин, Рузвельт, Черчилль 3 адам қол қойған. Айырбастауға келсек, Гаминдаң үкіметінің қаулысында былай деп есептеледі. Алғы шарттардың бірі, Кеңес үкіметі Қытайдың Шыңжаң территориясы мен әкімшілік иелік құқығына кепілдік етсе, сондай-ақ бұдан кейін Шыңжаңдағы бүлікшілерге ешқандай көмек көрсетпесе, сонда ғана Қытай үкіметі Кеңес одағынан сыртқы Монғолдың тәуелсіздігі туралы талабын ойластырады. Сөйтіп, 3 аймақтың ұлт-азаттық қозғалысы Кеңес одағының Гаминдаң үкіметін сыртқы Монғолдың тәуелсіздігіне жол беруге қыстауы барысындағы арзан айырбастың құрбаны болды. Орыс оқымыстыларының көзқарасына негізделгенде, сыртқы Монғолдың тәуелсіздігіне жол берумен бірге екі ел Шыңжаңның мәселесін шешті.
Шығыс Түркістанның Шыңжаң территориясы екенін мойындады. Сонымен Сталин Шығыс Түркістан дербестігін қолдауды үзілді-кесілді тоқтатты. Тамызда Жапонияға қарсы соғысқа қатынасты. Іле-шала Жапония шарсыз тізе бүгіп, дүниежүзілік екінші соғыс жеңіспен аяқталды. Сонымен бір уақытта Қытай Кеңес достық одақ шартына қол қойылып, Кеңес одағы шарттың қосымша нұсқасында Шыңжаңның жуықтан бергі өзгерісі жөнінде Кеңес одағы үкіметі достық одақ шартының 5-ші тармағында айтылғандай Қытайдың ішкі ісіне араласпайды дегенді білдірді. Кеңес одағы үш аймақ төңкерісін бар күшімен қолдап табысқа жеткенімен, жағдайдың қажеттігіне сай үш аймақ төңкерісіне бағытталған қызметін меңгеруіне, реттеуіне болатын еді. Гоминдан үкіметі бұл түйінге кәміл сенді. Тіпті шарт жасалғаннан кейін Кеңес одағының сәйкесуінде қол алысып дайындық жұмысын жасады. Сөйтіп 10 ай ішінде саяси тәсілмен Ілені қайтарып алды. Осылайша Кеңес Қытай достық одақтық келісім шарты олардың өздері ойлағандай сәтті қадамдармен жалғасты. Жалғасы келесі бөлімде. Жәди Шәкенұлының Оспан Батыр романынан ықшамдалды.